Баршаңызға сәлем. Біздің арнада кезекті видео нейро жаттығуы. Балалар түстерді атап, саусақпен көрсетіп отырады. Бұл ойынның мақсаты саусақ қимылдарын үйлестіруді, саусақ моторикасын, жарты шарларын өзара әрекеттестіруді, зейінін және түстерді олардың түсіндіріп, біріктіріп, кеңістікті бағыттауға дамытады. Келесі біздің ойымыз мақта таяқшалармен түстерді сәйкестендіру. Бұл әрекетте балалар көру, қабылдауды және ойлауды, қол-көз үйлестіруді дамытуға арналған тамаша әрекет болып табылады. Байқап көріңіздер міндетті түрде. Бұл ойын арқылы бала есінде тез сақтап алады. Қарапайым және аз уақытта баланың түстерді танып, есте сақтауына көмектеседі. Бала жалықпайды, түстерді есте сақтайды, қиналмайды. Бұл әрекет бақша балаларына арналады, яғни 3 жастан асқан балаларға арналған таптырмас әдіс болып табылады, яғни түстерді тануға көмектеседі. Сондай-ақ бұл ойынды үй жағдайында да қолдануға болады. Балалардың бос уақытын осындай пайдалы ақпаратпен бөлісіп ойнатып отырсаңыздар болады. Егер балаңыз түстерді тани білмесе, есте сақтай алмаса, сіздер міндетті түрде осы әдісті қолдансаңыздар болады. Өте қарапайым, балаларға жағымды көңіл-күй сыйлайды. Бұл ойында балалар басты түстерді сәйкестендіре отырып, атап айтып отырады. Сіздер менің арнамнан бұдан да қызықты, балаларға пайдалы, қызықты видеолар көре аласыздар. Ол үшін менің арнама тіркеліп кетулеріңізді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған дамытушы ойындар арнасы видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздер бұдан да қызықты видеоларды көргілеріңіз келсе, қоңырау батырмасын басып тіркеліп кетіңіздер. Және де өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.